Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін нағыз папа рецепт жасайтын боламыз. Бұның бір ыдыста 75 калория, қалағаныңызша жей аласыз. Ендеше кеттік. Бірінші етімізді қайнатып көбігін алып, үстіне ең бірінші сәбізді саламыз. Келесі біз орам жапырағымызды жақсылап турап бөлшектерге бөлеміз. Ең көбісі біле бермейді, негізі қырыққабат табиғи тазалағыш ол токсиндерді ағзадан шығарып бетті тазартады. Және де капустада лимоннан көп С дәрумені бар. Картоптарды бөлшектерге бөлеміз. Қызықты дерек, картоп әлемдегі ең көп тұтынылатын көкөніс. Әр адам жылына орта есеппен 30-35 килограмм картоп жейді. Картопты сорпамызға салып болғаннан кейін тұзын, бұрышын салып дәмділейміз. Артынан ең соңынан қызанақты саламыз. Мінекей біздің папа рецептіміз дайын. Сіз маған тіркеліп лайк басып алыңыз. Мен күнде жаңа рецепттер шығара алатын боламын. Қош сау болыңыз.